Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгін барлықтарыңызды ұлы қазақ халқының ойшылы, философы, дүние жүзіне танылған, дүние жүзіне қазақ халқының даналығын танытқан Абай Құнанбайұлы атамыздың туған күні. Барлықтарыңызды осы шын жүректен осы мейраммен құттықтай отырып, Абай Құнанбайұлының творчествосының кереметтігін танып білуге шақырамын. Абай Құнанбайұлының қара сөздерінен бастап, әрбір өлеңінің шумағының өзінде терең өмірлік мағына жатыр. Қазіргі таңда отбасын сақтап қалу үшін, өмірлік жар таңдау үшін, өмірлік принциптер таңдау үшін, қандай принциптермен өмір сүру керек, және де патриотизмді қалай тәрбиелеу керек деген сұрақтардың барлығына мен өзім болсам, өз жеке басым болса, тек қана бір-ақ жауап тартар едім. Ол тек қана Абай Құнанбайұлының творчествосымен істелінетін дүние. Біздің қазақ халқының даналығы міне тура осыда. Абай сияқты қазақ халқының қатарынан қаншама ұлы ойшыл философтар шыққан. Сол философтардың, сол ақын жазушылардың, сол мемлекеттік және қоғам қайраткерлерінің творчествосын кеңінен жастарға таратып, кеңінен соларды мадақтайтын болсақ, солның арқасында біздің жас буынның бойында патриоттық сезім, елге, жерге деген сүйіспеншілік, бір-біріне деген құрмет, қазақ халқына, қазақтың тарихына деген құрмет сол кезде асқақтайды. Енді соңында Абай атамыздың үлкен бір творчествосынан кішкентай бір үзінді келтіргім келіп тұр. Осы үзіндінің өзінде қандай терең өмірлік мағына жатқанын әрқайсыларыңыз мен сізде, мен айтпай-ақ та білетін шығарсыздар. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен ғашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз. Тағы да бір рет барлықтарыңызды Абай Құнанбаевтың туған күнімен құттықтаймын.